мынандай матрас алдым дәу қалың. Мынаны бір айда бірінші мына кішкентайын алдым жердегі. Екінші айда мынандай матрастан екеу алдым. Сосын бір простина, сосын бір ұзын орамал алдым. 20 мыңға шықты ғой бәрі. Сосын осы айда енді сүт пен айранға ақша жетпей қалды. Бітті, жаңа 20 күн бар. 20 күнде балаларға сүт пен айран керек, ішетін. Ақша керек. Мына өзім кезінде тіккен көрпе ғой, қарашы. Кезінде, бойдақ кезінде уақыттың кеңдігін айтсаңшы, сол кезде ерігіп отырып үйде тоққанмын неткем ғой. Мен ешқайда қыдырмайтын, шықпайтын, подружка ұстамайтын, жүрмейтін. Осындай көрпе тіккенді жақсы көретінмін ғой. Бірдеңе тіккенді жақсы көретінмін, үйде отырып алып. Жүнді жуатын, мұны түтетін, ойбай, оны істемедім әйтеуір. Көрпе істеу үшін. Өзіме ыңғайлы көрпе болсын деп. Мынау бір тозайын деп тұрған материал ғой, соны тіккенмін ғой. Қараңыздаршы, қалай көздің майын ағызып тіккенмін ғой мынаны. Қандай қыз едім, тоқпай өтейді бойдақ кезде. Мен деген салиқалы әже болатын сияқтымын ғой, қартайғанда. Нәуірі бар ғой, нәуірі ескі екен жоғарыдағы. Сол ұстамай штор құлап қалды, сол штор тұр міне енді. Оны кім жөндейді? Мына кісі кірісті өзінің жұмысына. Әне. Баяғы мына зарядканы алып, аузына салмақшы ғой. Алып алайық қолымдық. Көй құрсын. Киімдер жатыр бізде. Ана жерде бір шалбар, мына жерде бір шалбар. Бір нәски. Шашылып. Мына ойыншықтан жалықты ойнамайды жүре. Мына ойыншылға қазір қолын тығып жүрсе тоқ соғады ғой. Тоққа тығылып тұра белін ол. Мына матрастарға қуанып жүрмін ғой. Өзім алып, өзім қуанып жүрмін ғой соған әлі. Мен сыйғызып жинақ қойған түрім ғой, бесіктің ар жағына. Киімді артық киім, пальто, ондай нелерді сол. Әлі жуыптан кептіріп болдым, мына күнде бұлттанды, қараңыздар. Үй паровой деген қызып тұрсыз. Менде екі паровой, 5-ші этаж. Мына үйді сатсаңшы деп құрбым айтып жатыр, бір жаны ашитын бір күшті ақылды құрбым бар өзі. Сол маған сатсаңшы ана үйіңді деп жатыр. Жөндеп. Ол үшін маған алдымен көшу керек. Ең құрмағанда тегін бір 2 бөлмелі, 3 бөлмелі үйін беріп қоятын біреу болса ғой, квартплатасын төлеп, мұнда көшіп алатын. 2-ші этаждан болсын. 2-ші этаж жақсы, 2-ші этаждан. Түсіп шығу коляскамен маған қиындау. Мына жақта шаша көрініп тұр, иә? Әне дала деген қандай. Міне, анау мектеп тура алдымызда тұр. Мына жақта ана свет жанып тұр ғой, мынау 2-ші садик бізде. Бұл жақта қазақ группасы да бар, орыс группасы да бар. Солай ма? Орыс группасы бар ма еді? Бар ғой, не бар, аха бар. Мынау біздің тау, анау таудың ортасында орналасқан мына Текелі қаласы деген қала. Мынау оны балабақша ойнайтын жерлері, балалардың әр өздері ойнайтын мынандай кең алқабы бар. Көріп тұр ма? Әрбір несінде алқабы, алыстан көріп тұр ғой, иә. Анау группа болып бөлінеді ғой, балалар солардың ойнайтын нелері ғой, олар жеке нелерін ойнайды да, мындай. Ар жағында тағы да бар мынандай лавочкалар. Балалар кіріп ойнайтын чатыр. Міне Текелде осылай бір күнде 4 мезгіл өтіп кетеді ғой. Байқама. Қыста қыс жылы, қатты қыс суық, енді суық жылы қыс болмайды ғой, бірақ басқа қалалардан қарағанда бұл жақ орталық жылы болады кішкене. Өйткені бізде орталықта қарларды күреп тұрады жолдың бәрін. Сосын жаңбыр шайып кетеді, қарларды көбінесе. Ана құстар ұшып барады, анан қара. Құстар көрінбейді ме бізден? Құстар ұшып барады, анан қара. Көрінбейді ол. Көрінбейді екен, құстар алыстап ұшып баратқан маған көрінеді, экраннан көрінбейді екен. Бұлт деген ады ғой, жел соқса ана желмен ағып барады ғой мына бұлт деген. Сол біздің балкон ашық, анандай балкон. Көрініп тұр ма? Елдеп жауып алған балкондарын ше. Кеш бір балконда бір жақтан байқадым, біреулер 2 балконын күштеп тұрып жауып алған ғой. Балкон қалың да, үлкен. Міне мына баяғы совет өкіметіндегі не ғой. Елдердің бәрі осындайларын ауыстырып жатыр екен, анандай пластмасс қашы. 40 ма, 50 мың ба, қандай кетеді ондай бір терезеге. Ой, бізді қалта көтермейді ондай. Тұра берсін. Осының өзі жарайды. Мынау жүрінен ұстап алып.
литикетиканы ма носки литикетикасын тауып алдым ау ұлымдікі болған носки алып беремін да ананы жеп қоймаса болды бұл аузына салған нәрсесін шығармайды екен тура ана ортасындағы тісі бар да екі жағында тіс жоқ соған қолымды тығып тұрып алып аламын ғой мынаны қазір аузына кетсе мынау ала алмайды жұтып қояды әне ренжіп жатыр маған ойыншық беремін саған түрін-ай жүр ана тұрған жаман бала болайын деп тұрсың сен қазір жаман бала бұны алып алып аузына өлтіріп тұрып салады ғой ана жеп қыш кеміріп сүйек кеміретін уақытқа да жетерсің әлі алла қаласа атасы мал соймай тұр малды да соя бермейді екен ғой бекерден бекер оны да бір соятыны болады соймайтыны болады сондықтан етті біреуге сеніп тапсыруға өзің қалтаңнан алған жақсы етті ешкімге сенбей оны білесіздер ғой біздер айсбірдің өзі 100-ақ мың бізде 3 балаға 100 мың мына жақта бір әйелде 5 бала бар ма сондай бала бар ол 200 мың алады айсбі бірақ ол квартирада тұрады сонда квартираның бір 50 мыңы сол квартираға кететін ғой оныкі қалған 150 мыңға өмір сүреді да сонда мен не ол не бірдей болып тұрмыз ғой ойбай соған да шүкір деп қоясың болды бір түнде ваннаға түсе алмадым ғой түсейін деп едім мынау ұйықтамай сөйтсем тәтті прантик жеген ғой ауыз ойылды жылай береді болды ұйқым келген